Түнгі сағат 12:30 болды. Ерпаға келдік. Шығанаққа келдік. Шығанақ машина деген жіптеуір бар екен. Жазда вообще на жерге тура жақындатып қоя алмайсың ғой. Полный болып тұрады аузынан ашық. Қазір болып ұстайды екен ғой. Болып ұстайды екен. Жартылай ғана бар екен машиналар. Мына аяғымыз Гелюстан өтіп баратырмыз. Дио кафеден де өтіп баратырмыз. Жолда ары қарай басамыз енді. 2 сағат ұйықтаймыз деп, 3 сағат ұйықтаймыз деп, 5 сағат ұйықтап қалыппыз. Ойым-ой. Машина оталдырып. Саршаған. Жылы екен күн. Саршағаннан шыққаннан кейін мұз болып отыр ғой жол. Жолға түсе білмеген ау деймін. машина бірден соғылып жатыр. Масқара өте қиын. Ауыратты. Байқа.
айда қар күрейтін машиналар. Қар күреп жатқан ешкім жоқ пока әлі. Мына жақта тоже сондай. Полосаны басып қалған. Алдыңғы полосамен келе жатырмыз. Қараңдар қарды. Қарды басып қалған қар. Боран болып жатыр ғой, страшно. Түнде қиын болайын деп тұр ау жүру. Ертерек шаршағанға шейін жетіп алу керек болып тұрған кез обратно. Полоса уже почти жабылып отыр. Ана аяқ тоже сондай. Нормально қарыстап қалған ғой. Байқау керек мынандай жолда жеңіл машиналар мынаған қадап жатса біздікін өзі ұстап қалатын шығар, фураларын өзі жүре алмай қалуы мүмкін, адам тұрып қалуы. Онан қар емес ой не, нормальный қар. Қарасаңдаршы, ауылдың баласы жоқ қой почти. Қуанышты жаңалық. Арканы құрып қойыпты, арканы. Енді дайындала беру керек, енді ақшаларын жинап дайындала беріңдер енді. Міне арканы құрып қойыпты, уже арка дайын тұр. Құдай қаласа платный дорога болды уже. Дайындала беріңдер енді ақшаларын. Жол платный болады.